Абай Құнанбаев екінші қара сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын, кең қолтық, шүлдірлеген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламы деп қамыс тартқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке көдесіп шығып кетсе қызын боқтаған сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші. Түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноқай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс. Орыс ойына келген қылады деген. Не айтсаң соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер деп. Сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш жерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагердің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, бірімен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қарағанда соның да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат та, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақша аяғын пілән пішірақтарға қойған үйден түгілі шық сәсік қазақ деп үйден қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып өнер тауып, мал тауып зор болғандықтың әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?